в синем углу октагона спортсмен из Кыргызстана. Ему 20 лет, рост его 178 сантиметров. В его активе 2 победы при одном поражении. Его вес 72 килограмма ровно. Из Кыргызстана Бекбол Исаков. Его соперник — красный угол. Боец из Узбекистана. Ему 22 года. Рост его 177 сантиметров. В его активе 3 победы при 2 поражениях. Вес его 72 килограмма ровно. Из Узбекистана в красном углу Диорбек Рустамалиев. Рефери в клетке Дауренбек Жакаев. Формула поединка 3 раунда по 5 минут. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Покажите красивый, достойный, самый главный, честный бой. Пожали руки. Удачи! Внимание, первый раунд. Алғашқы раунд. Біз бастаймыз. Реферидің рұқсатын алу ғана қалды. Дауренбек Жакаев. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Бары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Нұсқа өзінің алғы сөздерін айтты. Бірден қашықтықтан бастаған. С первых секунд. Қарқын жақсы қараңыздар, ә? Енді қашықтықты үзу керек екен, иә. Рустамалиев әу баста түсініп отыр, сондықтан ең дұрыс шешім осы. Удержит своего оппонента Диорбек. В сетке октагона. Тимура грип бар, байқасаңыздар, қолды алған. Енді бұдан әзірше нәтижелі ештеңе өндіре алмайды. Тіпті аяққа тұруға мүмкіншілік бар сияқты, бұл тұста. Рустамалиев әрине. Бұл ұстан шығармауға тырысады қарсыласын. Ал, қызықтың бәрі осы жерде басталу керек. Торға тірегендей, жақсылап тұрып. Тағы да бір тейкдаун жасауға талпынатын анық. Да, здесь Бекбол Исаков продолжает защищаться, причем довольно неплохо здесь. Успел коленом пробить. Тіпті аяқтан бір орап көргеніне қарағанда Исаковтың өзі негізінде күрестен қатты бір сескеніп қашып тұрған жоқ. Күресуге бір ниеті бар да сияқты бір жағынан. Жеңіл-желіп соққылар, иә, бұл жерде стомп болды қазір Рустамалиевтің орындауында. Қарсыласты аяқтан өкшемен теуіп жатқан көрдіңіздер. Бар, тейкдаун, бірақ ұзаққа созылмады, иә. Контроля, да, пока что нет у Диорбека Рустамалиева над своим оппонентом. Иә, қорды ұстап, бұл жерде тұрып қалған біраз. Иә, осындай стомптарды жақсы қолдан отыр, шыны керек. Рустамалиев қазір үйтіп сала берсе, аяқтан аяқ қалдырмайды. Толықта, иә, ұтымды бір позицияға ие бола алмай әлек әзірше. Улучшает свою позицию тем временем. Диорбек и отлично пробивает. Қазірдің өзінде біраз қинап тастағандай Диорбек қарсыласын. Исаков төтеп беремін деп көп сарпып тастаған сияқты. Ол көрінеді. Маша, Тимура грип және ары қарай бара алмай қалды, иә? Да, застрял здесь, к сожалению, не смог улучшить свою позицию.
не ойлаған түсіну қиын, бұл жерде әдіс жасай алмайтыны анық. Бекбол Исаковтың. Қателесті де. Бұл жерде қазір алғаш рет толыққанды позиция алып үлгерді, бір сәтке болса да. Рустамалиев, ал мына жерден енді шынымен де біраз шаруа тындыруға болады қазір. Қолмен де соққы жасауға болады бұл жерден. Локоть. Плохой был, и минута остается. Теперь Исаков здесь вылежит эту минуту. Тоқының астында тұрып, қазір төтеп беріп, аяққа тұрып үлгерді. Бекбол Исаков. Бірінші раунд енді сөзсіз Дүйірбек Рустамалиевке кетеді, әрине бұл жерде күмән қалтырмады. Өзбекстандық спортшы. Соңғы секундта, соңғы минутта, айтарлықтай бір өзгерістер бола қоймас. Тағы да қарсыластардың арқасына шығу көздегені. Бұндай жекпе-жектерде өзін өте жақсы сезінеді. Рустамалиев соңғы 4 жекпе-жегінде толықтай 3 раунд өткен. Зря бірнеше сәтке. Да, ну здесь Рустамалиев, конечно, неуступчив, удержит, продолжает держать в захвате своего соперника. Первый раунд! Ал барлығы дай. Жекпе-жекке Дүйірбек Рустамалиев. Второй раунд. Алған бағытынан қайтпай, қазір алғаш секундтардан бастап күреске салады деп күтіп отырмыз. Екінші раунд. Бірден, Видео кек және бас... Өтті соққы және мына жерден енді соққы сала берсе де болатын сияқты еді. Бірақ Рустамалиев алған бағытынан қайтпайды. Жоспар бар және сол жоспарды ұстану керек. Мына жерде біраз есінде жей болады, әрине, жаңағы соққыдан кейін Исаков. Сәл есеңгіреткен сияқты. Тағы да Кимура Гриф. Өте бір әмбебап тәсілдердің бірі, Неплохо здесь отработал. Бекбол! Шанс для Бекбола. Сразу забирает. Пытается оформить полноценный бэкмаунт. Исаков. Мына жерде нокдаун деуге келе ме, жоқ, аяғы тайып кеткен сияқты. Если я не ошибаюсь, по информации от матчмейкера Лиги Октагон, Бекбол вышел на замену. Итак, Бекбол Исаков близок к тому, чтобы закончить бой досрочно во втором раунде. Вот это камбэк, а? Ай-яй-яй-яй. Қалай кетті, бір раунд бойы оңбай таяқ жеді ғой енді. Жарайды, оңбай таяқ жеді деп қатты кетсем де кешіріңіздер. Бірақ бірінші раунд ұтылды. 100% ұтылды. Бірақ екінші раундта шықты да не істеді қараңыздар, шынымен де. Әріптесім айтқандай, бұл енді, бұл камбэк емес, бұл камбэктің көкесі. Бекбол Исаков. Бұл арада табылған қарсылас. Соңғы арамыздан тамаша жекпе-жек, тамаша перформанс. Біріншіден хай-кик, нокдаунға кетті. Жеңіл нокдаун болса да болды. Фактор ретінде тіркейік соққыдан кейін құлады. Және тамаша. Здесь я, кстати, Исатай, пользуясь случаем, извини, что перебиваю, но я должен это скинуть прямо сейчас. Исатай Елемец, матчмейкер Лиги Октагон, говорил о том, что согласился драться Бекбол за 48 часов до этого поединка. За 2 суток, за 2 дня. Мне керек десеңіз, 2 күн бұрын Куму аренада турнирді ашып беретін адамын деп ойламаған кісі, қазір міне керек десеңіз.
На первой минуте 8 секунде второго раунда победу удушающим приемом одержал Бекбол Исаков.